Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен қасиетті умрада, кіші қажылығымызда, білген, сезген инсайттармен бөлсемін, және де бұл видео сіздің қасиетті мекенге баруға деген шабытыңызды ашады. Ол жақта қандай дүниелерді сезінуіңіз мүмкін, ол жақта жалпы қандай дүниелер болады деген ақпараттармен бөлісуге арналған. Бұл жалпы ешқандай да бір насихат емес, бұл тек қана менің өзім ішкі ойларымнан жиналған видео болады. Мен Жақсыбекова Жанагүл, мен Алматы қаласында тұрамын. Қазіргі таңда субаренда кәсібінің экспертімін, практикымын, кішігірім блогермін. Өзімнің осы өміріммен, кәсібіммен, Инстаграм, Ютуб желілерінде бөлісемін. Умраға, кіші қажылықтың өзіне жеке тоқталайық. Барлық енді адамзаттың, жаңағы мұсылман халқының кез келген бір сондай мұсылман жанның көкейінде жүрген бір мақсат, арман, ол әрине осы Меккеге бару, Аллах тағаланың қасиетті құлшылық жасауға өзінің бұйрығымен салдыртқан мекеніне бару, сол жерде құлшылық жасау, Аллахқа деген жақындау, пайғамбар саллаллаху алейхи өмірмен терең танысу, жалпы сол жақта дұға тілеу кез келген жанның арманы. Әрине ол бізде де арман болды. Енді давайте кішігірім предыстория айтып кетейін, қалай біз ол жаққа жеттік, Аллах тағалам бізді өзіне қалай шақырды қонақ ретінде. Жалпы біз жолдасым екеуміз, әрине мен өзім біраз жылдар болды намазға оқимын. Осы 3 жылдай ғана уақыт орамал тағамын, 3-4 жылдай уақыт. Және де бұрыннан бері әрине мен көкейімде арман Меккеге бару. И Меккеге баратын кезде адам іштей өзінде бір неде жүреді. Меккеге барғысы келетін кезде, не болмаса барайын ба, бармайын ба деген кезде адамның ішінде всегда бір сұрақ болады. Мен оған дайынмын ба? Мен оған морально дайынмын ба? Если даже материально дайын болып тұрса да, ол оған морально дайын ба? Аллах тағаланың алдына баруға жаңағы амалдары, әрекеттері оған сай ма деген секілді бір сұрақты болады екен. Тура сол секілді сұрақ менде де болды. Әрине біз моральды тұрғыдан да, материалды тұрғыдан да ойландық, жаңағы бізге жеткілікті бола ма дегенде. Сөйтіп, негізі бұрыннан бері умраға баруды қарастырып жүрген едік. Просто так тур фирмаларға жазып, жаңағы бағасын біліп деген секілді. Бірақ іште көкейде бір нақты все мен барам, все осы жолға мен броньдаймын деген бір шешім болмады. Неге? Себебі бір Аллахтан сондай шақырту, белгі күткендей сезімде жүрдікті. Сөйтіп, бір күні мен өзімнің жаңағы жеке наставничествомда бір кофейняда отырған болатынбыз, шәкіртіммен. Сол кезде мен көрдім, біздің жанымызда жаңағындай художественный бір кездесу болып жатты, басқа бір жандарда, олардың барлығы отырып сурет салып жатты да. Енді менің көзіме түскені, сол кезде біреулер табиғаттың суретін салып жатты, біреулер бір гүлдің суретін салып жатты, портреттарды салып жатты. То есть маған көрінген жағында, мысалға бір үлкен стол отырды ма, бер жағындағы адамдар сондай сурет салып жатты, ар жағындағы адамдардың қандай сурет салғанын мен көрмедім. Енді біз бер жағында отырдық, жаңағы кофейняның столында. Сол кезде бізде сабақ болып жатты, и как раз мен сол күндері жаңағы жолдасым екеуміз ойлап жүргенбіз, умраға барамыз ба, не істейміз, енді қалай болады екен, ол тек қана қаржы мәселесі емес, моральный жағдайда, ситуативный, яғни бала-шаға бар, оларды қайда тастаймыз, жұмыс бар, ол өзі жүре ма деген секілді әртүрлі сұрақтар келеді ғой жалпы. Сөйтіп, сол кезде отырған кезімде суреттер салып жатты, бірақ мен ол кезде ешкімнің бір қағбаның суретін салғанын, ондай бір жаңағы моменттерді көрмедім. И сол күні емес, тіпті келесі күні, таңертең менің бір өзімнің таныс құрбым маған WhatsApp-қа бір сурет жібереді. Ол, оказывается, жаңағы құрбы художественный сабақтарға жазылам деп ойлаған екен да. И просто чисто случайно мен осы жерге суретін салып қоямын, менің фонымда жаңағындай қағба, және де қағбаның алдында ерлі зайыпты жұп тұрады. Сол ерлі зайыпты жұп қағбаға қарап тұрған суретті салып жатқан суретті көрсетеді маған. И тура сол суреттің артында мен отырам. Ойлаңызшы. Хотя мен сол кезде онда ешқандай суретті көрмеген де едім да, барлығы именно табиғат, басқа дүниелер салып жатты. Бірақ именно сол сурет және де именно менің фонымда еще кездейсоқтықпен просто случайно жаңағы құрбым бір чаттан сол фотоны көріп қалып маған жібереді.
случайности не случайный дейді ғой, иә. Естественно, мен бұны ондай кездейсоқтық деп есептемедім. Бұл маған бір бізге Аллахтан келіп тұрған белгі ретінде бірден қабылдадым да. Жолдасыма сол күні айтып, екеуміз все, давай деп ниеттеніп, иә, нақты шешім қабылдап, тура сол күні біздің уақытқа келетін турларды іздеп, предоплата жасап, жаңағындай умра сапарына барамыз деп шештік. Енді біз өте ерте броньдадық, где-то бір ай бұрын алдын ала броньдап қойдық, алдын ала дайындалып жүрдік, иә. Менде әрине умраға баратын кезде әртүрлі сұрақтар болады, жаңағы балаларымды қайда тастаймын, олардың мектебі ше, сабағы ше деген секілді, иә. Сөйтіп, жалпы балаларымызды ата-анамызға тастап, умра сапарына шығатын күн туды. Әрине іште бір өте сондай қобалжу болады, реально ма, нереально ма, типа менің арманым шынымен орындалайын деп жатыр ма деген секілді іште бір сондай қобалжу болады да. Өте күшті сезім. Сөйтіп, Аллахтың қалауымен аман сау біз жаңағы өзіміздің командамен, группамен, иә, қасиетті мекенге келеміз. Енді давайте осы мекенде, қасиетті жерде, Меккеде Қағбаға қарап тұрып, сол жақта сезінген эмоциялармен бөлсең, және де қандай инсайттар алғанымды бөлсең, иә. Ең бірінші менің алған инсайтым, біздің мынау жанымыз, біздің мынау жүрегіміз өзінің жаратушысын әрқашанда іздейді екен да. Бұл жүрек, оны мен тіпті ауызбен жеткізіп түсіндіре алмаймын. Оны мен қашан сездім? Жаңағы командамен бара жатқан кезде ихрам халіне кіресің, одан кейін умра жасауға ниеттеніп, сол Аль-Харам деген өзі Қағбамыз орналасқан жердегі үлкен мешіттің аумағына кіресің. Сол кезде уже жақындаған сайын мынау сенің жүрегің өте қатты дүрсілдеп бастайды да. Себебі сен осы уақытқа дейін қаншама картинадан көрген, қаншама ел жұрттан естіген, стористардан, видеолардан көрген дүниені қазір өзінің көзімен көресің. Ал енді кішкене оның тарихына үңілетін болсақ, жаңағы біздің ислам танушылардың жаңағы айтуы бойынша, иә, өзіміздің мынау Қағба, оны Ибрахим алейхиссалам пайғамбарымыз, ұлы Исмаил алейхиссалам екеуі Аллах тағаланың бұйрығымен, Аллах тағалаға құлшылық ету үшін арнайы салынған жаңағы Қағба, иә, жаңағы дүние ретінде бекітіледі да. Осыдан сонау қаншама 2000-4000 жылдар бұрын, қателеспесем, енді бұл жерде деректер бойынша қателіктер болуы мүмкін. Мен ұстаз емеспін, мен ислам танушы емеспін. Жалпы сөз арасында айтып кеттім, иә. Сөйтіп, сол дүниені өз көзімен көру деген бір өте ерекше сезім берді. Жақындаған кезде басында төмен қаратып келе жатасың, одан кейін жаңағы ұстаз айтады, өздеріңізбен қарасаңыздар болады, бастарыңызды көтеріңіздер деп. Сол кезде Қағбаны көрген кездегі сезім, енді оны жеткізу мүмкін емес әрине. Ол кезде сен не то что дұға тілеу, шүкіршіліктен басқа еш нәрсе ойына келмейді екен. Себебі сенің қаншама жылдар армандаған дүниен көз алдында тұрғанда бір Аллах тағаланың саған деген жақындығын ерекше сезінеді екенсің. Бір как будто Аллах тағалаға сенің бір порталың ашылып тұрған секілді сезінеді екенсің да. Қазір бір дұға тілектер, иә, бір нәрселер, кешірімдер тілейтін болсан, оның барлығы бір ешқандай күмәнсіз қабыл болатынына сенетін сондай бір сезімде боласың ол жерде. Өте ерекше сезім, енді оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Баршаңызға сол сезімді барып сезіну жұғысты болсын. Сол кезде мен түсінгенім, жүрек Аллах тағаланы іздейді екен, өзінің жаратушысын іздейді екен. Енді бізге оны қаншама рет естідік қой, білдік, көрдік, бірақ соны сол жерде мен сезінген себебім, бізде енді жаңағы қонақ үй бар, одан кейін жаңағы Аль-Харам мешіті бар. Қонақ үйге анау Аль-Харам мешітінен, Қағбаның маңайынан алыстап кеткім келмейді. Элементарно. Мысалы, мен қазір біздің осы қасиетті мекенге барып келгенімізге 10 күн болды. Иә, осы 10 күн ішінде де бұрын бармаған Жанагүлге қарағанда уже бір рет жаңа Меккеге барып келген Жанагүлдің ол жаққа деген ықыласы, ол жаққа деген сағынышы еселеніп кетті да. Өйткені уже жүрек сол жаратушысымен деген сондай тығыз байланысты қатты сезді. И тура сол сезімді мен жүрегім тағы да сезінгісі келіп тұр. Прям иногда болады, сен өте қатты сағынып кетесің, сол моментте прям қайтадан жүрегің қатты қалап тұрады да. Қатты қалап тұрады. Бұрын естігенмін, умраға барған адамдар бармаған адамдарға қарағанда больше барғысы келеді деп, иә. И сол шынымен де солай екен. Себебі біздің жүрегіміз сол Аллахқа деген
махаббатты сол жерде ерекше сезінеді, ол жерде тыныштықты сезінеді, ол жерде біздің мынау жүрек пустота сияқты болады да. Пустота деген қазіргі психологиядағы выгорание анау емес, наоборот, сен жүрегінде ешқандай бір уайым болмайды, ешқандай бір проблема, ой, анан сөйту керек, бүйту керек деген бір ешқандай лишний ой болмайды. Сен жүрегінде тек қана мен және сен менің жаратушым деген ғана бір байланыс болады да. И ол сезім өте ерекше. Және де біздің ұстазымыздың, жаңа гидіміздің айтуы бойынша, ол кісінің қаншама осы тур болған кезде именно жұма намазында алғашқы умраны жасау деген алғаш рет болған екен. Және де Аллахтың қалауымен біз сол именно сол қасиетті жұма күні сол 5 намазға, жұма намазға тура дәл түсіп, алғашқы умрамызды сол күні жасадық. Және де ең алғашқы Меккеде мен оқылған намазым осы қасиетті жұма намазын прям Қағбаға қарап тұрып, ихрам халінде оқу болды. И ең бірінші сол намазды Қағбаға қарап тұрып оқығандағы менің сезімді айтып жеткізу мүмкін емес. Енді бір тыныштық, сондай бір шүкіршілік, сондай бір сенім, сондай дүниелермен мен оны сипаттай аламын. Және де екінші алған менің инсайтым, ол жақта қандай дұға тілесең де, сондай жеңіл түрде, сондай көркем түрде тез қабыл болады екен. Енді мен айтпаймын, 100 дұға тіледім, 100-дің 100-і де 10 күнде сразу фук-фук қабыл болып кетті деп. Бірақ осы уақытқа дейін қабыл болмай жүрген қаншама мен дұға тілектерім сол жақта қабыл болды. И вот реально менің оған миымның мүмкіншіліктері жетпейді оны түсінуге. Ол қалай болып жатқанын мен мүлдем түсінбеймін. Просто так элементарно бір пример келтіріп кетейін. Енді материалдық жағынан тілектерді айтсақ, өте көп адамдарға түсінікті. Сол кезде бізде, мен өзім субарендада жаңа пәтерлерді ұзақ мерзімде жалға аламын да, қысқа мерзімде тапсырам. Сөйтіп ай сайын пәтер иелеріне жаңағы аренданы төлеп отырамын да. Сөйтіп бізде примерно 3 пәтердің арендасы әлі төленбеген болды. Біз ол жердегі пәтер иелеріне где-то бір 5-6 күнге 5-6 күннен кейін төлейміз деп келіскен болатынбыз. Сол кезде обычно біздің жаңағы жұмыста күніне енді максимум примерно 1 миллион теңге қаражат бізге жаңағы түсіп отыратын да. Оборот күні жаңағы біз таңертең неге кеттік, Әл-Харамның аймағына кеттік, Қағба жаққа, кешкі жақын тек құптан намаздан кейін отельға келдік. Ол кезде бізде ешқандай симка, Wi-Fi, интернет болмады. Әрине біз ол жерде дұға тілектеріміздің арасына жаңағы дұғамызды қостық, ешқандай қарсыз, ешқандай жаңағындай жалпы кәсібіміздің өрлеп, қайырлы берекелі түрде табыстың түсуін сөйтіп келсек, отелімізға ойлаңыздаршы, бір күнде бізге осы именно пәтерлерді тапсырудан бір күнде 1,8 миллион теңге ақша түседі ғой. И біз жолдасым екеуміз бір-бірімізге қарап, вообще шокпыз да, типа қалай настолько это работает. Біз бір ғана күн болдық, и сразу біздің дұғалар уже қабыл болып жатыр да. Одан бөлек бізде өте көп примерлар болды. Мысалы, тағы да бір не, мысалы менде жаңағы мен ол жаққа 100-ден астам арман дұға тілектерімді жазып бардым. Ұмытып қалмас үшін, тоже баратын жандарға кеңес беремін, жазып алуға, себебі ол жақта көп арман дұға тілектерін сен есіне түспеуі мүмкін. Сөйтіп сол бір арман жаңағы дұға тілектерім қатарында жаңағы собеседование емес, интервью беру деген бір арманым болған еді. Хотя мен до этого ешкімге ешқандай интервью беріп көрмеген едім. Өзімді ондай дәрежеде әлі санамайтын едім да, немесе подкасттарға шақырту алу деген секілді. Сөйтіп сол жерде сол жақта тілеген дұға тілегім, енді ешқашан мен өмірі ешкім интервьюға шақырып көрмеген, сол жақта маған бір осындай қазақстандық бір неден, сайттан, журналдан кіші кәсіптерді зерттеу деген мақсаттағы бір сондай енді неден, журналистика саласынан маған сондай бір шақырту түседі. Шақырту емес, ұсыныс түседі. Вот біз сіз туралы, сіздің кәсібіңіз туралы интервью алайын деп едік, қалай нөлден бастап қазіргі таңда ақша табуға болады деген секілді бір сұраныспен сондай бір
не түседі да, сұраныс түседі. И тоже мен шокта боламын. Почему? Потому что до этого маған ешкім ондай ешқандай ұсыныс жасамаған еді. И именно сол жақта бір ғана жаңағы тілеген дұға тілегім бірден қабыл болып кетті, иә. Сондай секілді өте көп мысалдар бар. Мысалы, мен ол жақта, мен осы инстаграмма осындай дұға тілеңізші, осындай маған дұға тілеңізші деген тіпті танымайтын подписчиктерім дұғаларын просто скрин жасап алып отырып, сол жақта қағбаға қарап отырып оқыдым да. И 2-3 күннен кейін жаңағы маған подписчиктарым, шәкірттерім жазады ғой: Жанагүл ханым, сіз бізге дұға тіледіңіз, тілегеніңізді бірден түсіндім, ол солай болып кетті деген кезде мен енді машаллах дедім. Аллахтың құдіретіне жаңағы сондай өте қатты тәнті болдым, иә, өз көзіммен көрдім десем де болады. Енді ол жақта әрине өзіміздің дұға тілегімізді, жақындарымыздың, туғандарымыздың, туыстарымыздың, және де жалпы барлық қазақ елі, барлық өзімді сол жақта маған дұға тілеңізші деген барлық жандар үшін дұғалас болып, айтпаған жандар үшін де дұға тілектес болып, сондай бір күшті сезімде болдым, иә. Өзімді бір инстаграмда жүрген кезде андай болады ғой, бір палочка-вручалочка ретінде сезіндім, потому что көп адамдар маған жазды: Меккеде маған мындай дұға тілеші, мынандай дұға тілеші деп, иә. И сол кезде шынымен де өзімнің сондай бір құнды жерде тұрғанымды өте қатты сезіндім, иә. Ол жақта алған енді 3-ші инсайтым менің ол Аллах тағаланың алдында барлық заттың тең екеніне менің сондай көзбен дәлел алдым. Неге? Себебі ол жақта ешкімнің бай немесе кедей екендігі, немесе оның лауазымы, қандай да бір мансаптары, жетістіктері еш нәрсе көрінбейді. Барлығы бір деңгейде. Ер адамдардан особенно жаңағы Қағбаның маңайында, иә, тек қана ақ матаға оранғанын көресің, әйел адамдардың барлығынан әурет жерлері жабық, сөйтіп оранып киінгенін көресің. И ешкім ол жерде миллионер ма, миллиардер ма, сен білмейсің. Бұл жерде, бұл өмірде соған қарап, иә, тек қана сенің жасалынған әрекеттерін, сауапты істерін сол ғана маңызды екенін түсініп қайттым. Яғни біреуді бөліп, біреуді кемсітіп деген ондай мүлдем ол жақта жоқ. Вот, бұл 3-ші инсайтым. Енді мен 4-ші инсайтым өте өзіме қатты өткен инсайт. Ол кез келген адамның жүрегі біреуден бір нәрсені алғанда емес, наоборот, бір нәрсені біреуге берген кезде, көмектескен кезде больше рахаттанады екен. Ол дегеніміз, енді біз ойлаймыз ғой, өмір, мысалы, осы дүние тіршілікте өзім ала берсем, көре берсем, мен ғана сөйтсем, мен ғана бүйтсем деген секілді. Но өзімізде, енді өмірімізде байқайтын шығармыз, когда біз біреуге көмектесеміз, біреудің керегін ашамыз, біреуге сондай жақсылық жасаймыз, сол кезде біздің энергиямыз көтеріледі, сол кезде біз өзімізді одан әрі бақыттырақ сезінеді екенбіз. Ол ситуацияны мен қашан, ол инсайт маған қай уақытта келді? Ол жақта енді күніге әртүрлі бір сауапты амалдар жасауға тырысасың. Сол кезде енді Меккеде адамдар өте көп, иә, прям поток болып жүреді. Ол жақта адамдардың жүрісі ешқашан тоқтамайды, тіпті даже тоқтауға болмайды. Ол жақта просто бір жерде, бір орында жаңа тұрып қалатын болсаң, саған ана жердегі охраналар келіп, ялла хаджи, ялла деп жаңағыдай тұрма, давай жүр деп айтады да. Сөйтіп сол үлкен потоктың жанына келесің, сен біз бір коробка құрманы алып келіп просто адамдарға тараттық да. И ана жерде әртүрлі адамдар, әртүрлі нәсіл, әртүрлі ұлт, ер адам, әйел адам, кішкентай бала, қарттар, жастар, любой адам келеді да, сенен құрманы алады да, саған рахметін айтып кетеді ғой. Жазакаллаху хайран деп айтып кетеді. Біреулері thank you дейді, біреуі өз тілінде айтады, біреуі сондай саған былайша айтқанда рахмет айтып кеткенде, тіпті ол айтпай просто так алып кетсе де, сол кездегі мен жүрегімдегі сезімді айтып жеткізе алмаймын. Өзімді прям өте қатты бақытты сезіндім. Содан кейін мен өзіме сондай бір инсайт алдым. Оказывается, адамның мынау ішкі рухы, ол өзіне алғанда емес, наоборот, біреуге берген кезде бақытты болады екен. Сол кезде ол рахаттанады екен деген бір өте күшті өзіме инсайт алдым. Және де соған кері мысал ретінде тура солай құрма таратқан жандардан біздер де алдық та. И ол кездері менде тоже рахметтендім да, 2-3 құрманы алып, өзім жедім. Әрине ол адамға рахметіңді жаудырасың, бірақ ол кезде ой, маған біреу тегін құрма берді деген секілді бір бақыт сезімін ондай қатты сезінбедім да. Ал наоборот, біреуге берген кезде сен оны өте ерекше сезінесің. Сол үшін де мен ойладым, тура сол
ситуация біздің қазіргі өмірімізде де, я, біз біреуден ала беруді емес, жалпы біреуге беруді, біреуге қалай жақсылық жасай алам, қалай ол адамға жәрдемдесе алам, қалай жолын ашуға себепкер бола алам деген ниетте болсақ, біз, оказывается, одан әрі бақытты болады екенбіз. Вот. Енді мен келесі жаңағы алынған 5-ші инсайтым осы 4-ші инсайттан шығады. Ол жалпы ол жақта адамдар өте көп дедім, и сол адамдардың потогына қарап мен осы дүниеде, енді екі дүние бар ғой, осы дүниеде адамдарға қызмет етуде шек жоқ деген дүниені, инсайтты өзіме алдым. Яғни адамдар өте көп, бұл енді кәсіп жасайтындарға өте актуальны деп ойлаймын. Мысалы, біздің кәсіпте де кейбір адамдар ойлауы мүмкін, ой, клиент жоқ, анау мынау деген секілді. Вот клиент жоқ, адамдар азақ, оларға қызмет көрсете алмаймын, ақша таба алмаймын деген бір убеждениені жестко сындырды. Потому что ол жақта өте көп адамдар, тем более мен өзім кәсібімде жаңағы біз адамдардың осы біздің қалаларымызға келіп, біршама уақыт қоныстанып кетуімен жұмыс жасаймыз ғой. Тура сондай ситуация ол жақта да, и мен примерно представлять еттім. Осы адамдардың барлығы болмаса да, определенный бір жаңағы проценті, пайызы біздің Алматыға да, Астанаға да келіп, біздің пәтерлерге қоныстануы мүмкін. И Аллах қаласа қоныстанады. Яғни адамдар көп, клиенттер көп, маған просто әрекет етуді тоқтатпау керек деген бір инсайт алдым, я. Яғни отырып алып, жертва состояниесіне кіріп, жаңағындай клиент жоқ, анау жоқ, мынау жоқ дегенін, просто далбаса екенін түсіндім, я. Алтыншы инсайтым, ол біздің адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатым күшейді. Ол кісінің жүрген жерлерімен жүріп, көрген жерлерін көріп, істеген амалдарын жаңағы сезініп, сондай ол кісіге деген менің махаббатым, сыйластығым, құрметім одан әрі күшейе түсті. Біз ол жақтағы жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мекендеген үңгірге бардық, тауға шықтық, оның біз қазір сол кездің өзінде лестницамен сондай жеңіл түрде шықтық, бірақ жеңіл деген өзінде де біз ол жерге почти 1,5 сағат көтерілдік, соның өзінде физически өте шаршадық та. Ал енді ол заманда қазіргідей лестница жоқ, өте сондай қиын ситуациялар болған. Осы адамзаттың өзінің үмметінің жаңағы пайдасы үшін, үмметі үшін сонша еңбек еткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатым күшейді. Және де өзіме сондай бір сүннет амал ретінде үздіксіз, осы қоғамға пайдамды тигізу үшін, үздіксіз осы әлемге пайдамды тигізу үшін қызмет ет деген бір инсайт алдым да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жасаған секілді деп. Әрине, біз ондай бола алмаймыз, бірақ сол кісі жасаған секілді сүннет ретінде үйде жатып алмай, ерінбей, жалқауланбай, қызмет етуден ешқашан қашпа деген инсайт алдым. Және де енді Мекке қаласынан кейін біз Медина қаласына бардық. Сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітіне кіресіздер. Сол жерде Рауда деген жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен жаннат бақшалары деген жер бар. Енді ол жерге кіргендегі сезімді мен мүлдем айта алмаймын. Ол жерге кіріп, мен ең алғаш рет сәждеге барған кезде бір басқа бір иісті сезем да, мұрныммен. Ол иісті мен ешқашан бұл өмірімде сезбегем. Ол бір мискқа да ұқсайды, жаңа духидың иісіне да ұқсайды. Бір жағынан бір неге ұқсайды, бір сат бар ғой, бақшаның бір иісіне ұқсайды. Түсінбейсің, бір сондай бір өте әдемі иіс. Соны бірінші сәждеге барған кезде сеземін да, бірақ қандай иіс екен деп қана ойлап қоям. Содан кейін жаңағы Раудадан шыққаннан кейін, бірақ мен Қабылбек ұстазымыздың бір видеосын қарап көрем. Раудада жаңағы қабырғаларға жақынырақ намаз оқыған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның иісін сезесіздер деген сөзін естігенде мен прям жылап жібердім, потому что енді ол сезімді, ойлаңызшы, адамзаттың асыл тәжінің иісін сезіну деген, это вообще мурашки бар ғой по телу. Түсінген жанға. Сол үшін де ол жақта, сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам дінін таратқан, сахабаларымызға жаңағы ілім берген, сондай біздің үмметім үшін деп өте көп дүниелер жасап кеткен жерлерде біз тұрдық дегенді өзім ойлаған кезде, сол видео фотоларды әлі күнге дейін қараған кезде өте сондай үлкен толқу сезімінде болам. Яғни ол жақта алған инсайт біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы несін
өмірін зерттеу, ол кісі жасаған дүниелерді жасау, не болмаса бір сұрақтар туындаған кезде жасайын ба, ешкім біліп қоймай ма деген бір ойлар болған кезде, егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы мен жасайтын дүниемді көріп тұрған болса, мен осыны жасар ма едім, жасамас па едім деген секілді бір позиция мен шешім қабылдау деген инсайт алдым өзіме. Енді айта бергім келеді, әрине өте көп, бірақ сіздердің де мазаларыңызды қатты кетірмейін. Сол үшін бұл алған мен ол жақтағы 6-шы инсайтым. Бір қорытындылай келе мен түсінгенім, ол жаққа мен барып рухани түрде, жалпы материалды түрде, жан деңгейінде, тән деңгейінде түсінгенім, мұсылман адам барлық салада да бай болу керек деп түсіндім. Яғни ол не обязательно жаңағы тек қана материалды деңгейде, ол рухани деңгейде, ол жаңағыдай ғылыми деңгейде, білім алуды ешқашан тоқтатпау деген секілді, ол жаңағыдай көркем мінез деңгейінде, көркем мінезге бай болу дегенде, ол материалдық деңгейде, егер де сен материалдық деңгейін жаңағындай жеткілікті болмаса, ақшаны азырақ табатын болсан, бағанағы инсайт қайда қалады? Басқа адамдарға көмектесу, басқа адамдарға беру, сол арқылы бақытты болу деген, не болмаса элементарно үлкен қажылық, мысалы біз кіші қажылық жасап келдік, үлкен қажылық осы Қазақстанда жаңағы теңгемен примерно 4 миллион шамасында тұрады да, үлкен қажылық жасау. Ал үлкен қажылық біз үшін парыз етілген мұсылмандар үшін, енді элементарно соны жасау үшін де адамға материалды тұрғыдан бай болу керек та. И вот сондай бай болу керекпін. Ертең ол жаққа Аллах қаласа мен жаңағы ата-анамды, туғандарымды, жақындарымды апару үшін де біз бай болу керекпіз, барлық жағынан бай болу керекпіз деген сондай өте мықты өзіме инсайт алып келдім. Сондықтан да мен ойлаймын, енді тура осындай әр адам барған кезде өзінше инсайт алып келеді, өзінше бір сезімдерді қорытып келеді. Мен қорытқан сезімдер әрине өте көп болды, бірақ соның ішіндегі сіздерге деп бөліскенім осы сезімдер, инсайттар. Мен ойлаймын, бұл дүниелер сіздерге қандай да бір сол мекенге баруға деген құлшыныстарыңызды арттыруға қандай да бір септігін тигізеді деп. Аллах қаласа, осы бір қағбаның алдында бағана мен айтқан сезімдерді сезіну, оны ол жақта барып көзбен көру, жүрекпен сезіну, ол жақта адамның тәні шаршайды, физически сен шаршайсың, өте көп шақтар жүресің, бірақ жанын өте сондай үлкен жоғары деңгейде рахат алады. Осы уақытқа дейін сезінбеген рахатты сенің жаның сол жақта сезінеді, өзінің жаратушысымен жақындасқанын сезінеді. Және де бұл, мен ойлаймын, осы өмірдегі ең қымбат сезімдер. Себебі біз білмеймін, Дубайға, Турцияға, Таиландқа барғанда тәннің рахатын аламыз да, көп жағдайда қуанамыз, бір новый дүниелерді көреміз. Ал ол жаққа барғанда ешқандай бір дүние, ондай мансап қызық емес. Сен тек қана сені осы дүниеге алып келген жаратушына деген шүкірлікпен, алғыс айтумен, дұға тілеумен, былайша басыңды қатырасың да, басқа дүниені ойламайсың. Сол үшін де бұл жаққа бару барлықтарыңызға бұйырсын. Барғысы келіп жүрген жандарды Аллах тағалам өзінің қасиетті жаңағыдай құрметті қонағы ретінде шақырсын. Баршаңызға жұғысты болсын. Егер де осындай сіздерге видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Жалпы менен алған инсайттар өткен болса, сізге откликация ететін болса, тоже кері байланыс білдіріп комментарийға жазып кетіңіздер. Мен осы видеоның сіздерге пайдалы болғанын тек қана сол комментарий арқылы, реакцияңыз, лайк арқылы білемін. Жалпы осылай менімен 30 минут бойы болғандарыңызға үлкен рахмет. Барлықтарыңызға қасиетті мекенге умра сапарын жасауға, баруға Аллах тағалам нәсіп етсін. Пока.